Ассаламалейкум бролар, сіздермен Менбек Бро арнасына қош келдіңіздер. Және де бүгінгі Технобро рубрикамызда Honor компаниясының жаңа жақында жария еткен Honor X9B смартфоны. Бұдан бұрын біз Honor'дың көптеген смартфондарын тамашалаған болатынбыз. Оның ішінде камера фондар сериясы, тіптен бүгілмелі формадағы смартфонға да шолу жасаған болатынбыз. Әр біреуі өзінің өзгелерден ерекшелігімен көзге түскен болатын. Ал бүгінгі қонағымыз бізге қай жағынан есімізде қалады екен? Мен білемін бролар, және де оны сіздерге де бүгін жеткізгім келеді. Кеттік. Айтпақшы, бұдан бұрынғы Технобро рубрикада 520 алмазды мына бала ұтып кеткен болатын. Бүгінгі алмаз ұтысына сен де қатысып кет, барлықтарыңызға сәттілік. Әдеттегідей алғашында смартфонның комплектациясымен танысып кетейік. Қорапта смартфонның өзі, одан бөлек USB Type-C кабелі мен 35 Вт қуаты бар блок питанияны табасыз. Тіптен сымды құлақ қаппен оны Type-C'ден 3.5 джекке қосатын адаптерде салынған. Орта бюджеттік смартфон үшін меніңше тамаша комплектация. Ал енді смартфонның өзіне келетін болсақ, сатылымда 3 түсте ұсынылған қара, жасыл және менің қолыма түскендей қызғылт сары түсті болып келеді. Қалған екі түсті нұсқалардың артқы жағы пластиктен жасалынса, бұнда артқы қақпағы былғарымен қапталған. Әдемі әрі қолға жағымды сезіледі. Смартфон супер жұқа, яғни супер тонкий болып келеді. Қалыңдығы бар болғаны 8 мм, ал салмағы 185 граммды құрайды. Рамкалары дөңгеленген және металдан жасалынған. Артқы жағында үлкен шеңберлі әдемі камера блогын көре аламыз. Оған кейінірек бөлек тоқталамыз әрине. Сол жағында дыбысты реттеу және қосып сөндіру батырмалары бар. Төменгі бүйірінде 2 сим-картаға арналған лоток, микрофон, Type-C қосқышы және бір динамик орналасқан. Жалпы смартфон дизайн жағынан бір әдемі өнер туындысы ретінде көрінеді. Әсіресе мынандай түспен жалықтырмайтындай екен. Я достар, Honor X9B мені 4 жағынан таңғалдыра алды. Қандай дейсіздер ғой? Біріншіден, оның осыншама жұқа бола тұра, оның көлемді аккумулятор батареясы бар болуы. Бұнда ол 5800 мАч болып келеді, яғни орташа есеппен 3 күнде зарядтамауға болады. Ал Honor'дың жылдам зарядтауымен 35 ваттық суперчарж блогымен оны қайта тез толтыру мүмкіндігі бар, және оны 1000-нан астам рет қуаттасаңыз да сыйымдылығы 80%-дан түспейді. Және де аккумулятордың күні бұрын тозуына 3 жылдай кепілдік беріледі делінген. Меніңше маңызды плюстарының бірі. Екіншіден, әрине Honor смартфондары өзінің камераларының сапасымен әрқашан қуантады. X9B-де дәл солай. Ол жай ғана әдемі болып көрініп қана қоймай, фото мен видеоларды сапалы жасауды біледі. Өйткені басты камерасы 108 мегапиксель болса, кең бұрышты камерасы 5 мегапиксельді құрайды. Макро объективті камерасы 2 мегапиксель, ал фронталды камерасы 16 мегапиксельмен түсіре алады. Әр камераның фото сапасына қазір экранда көріп баға бере аласыздар. Меніңше фотолар жарқын әрі әдемі шығып, сізге керекті сапада түсіруге мүмкіндік береді деп ойлаймын. Сонымен қатар, камерасында 3 еселік оптикалық зумы және жасанды интеллекті пайдалану, фильтрларды ұсыну, ақылды захват, яғни ымдап түсіру, күлімдегенде анықтап түсіру және тағы басқа Honor смартфондарына сай көптеген режимдері мен функцияларды баршылық. Видеоға келетін болсақ, 720p-дан 4K ажыратылымдылыққа дейін түсіру мүмкіндігін береді. HD және Full HD 30-дан 60 FPS-қа дейін таңдауға болса, 4K режимінде тек 30 FPS-қа ғана қанағат етесіз. Алдыңғы камерасының видео сапасында қазір экранда көріп баға берулеріңізге болады. Меніңше Honor X9B камера сапасы жаман емес. Күнделікті өмірде көпшілік адамның көңілінен шығуы тиіс деп ойлаймын. Үшіншіден, бұл смартфонның атап айтатын маңызды жақтарының бірі, ол әрине оның жоғарғы деңгейдегі техникалық сипаттамалары болып келеді. Әрине, смартфон Android 13-те және өзінің фирмалық Magic OS 7.2 оболочкасында жұмыс жасайды. Ішінде Qualcommның 4 нанометрлі Snapdragon 6 Gen 1 қуатты процессормен жабдықталып, графикаға Adreno 710 процессоры жауап береді. Ішкі жадысы 256 гигабайт болса, жедел жады көлемі 12 гигабайтты құрайды. Ал RAM турбо технологиясы арқасында оны 20 гигабайтқа дейін арттыруға болады. Ойланып көріңіздерші, бұндай көлем тіптен кейбір флагмандық смартфондарда да
кездестіре алмайсыз. Ол олма Honor XB9 сонымен қатар өз экранымен де таңғалдырмақ. Дөңгеленген 6,78 дюймде 1200-де 2652 пиксельді ажыратылымдылығы және 1200 нит жарығы бар AMOLED дисплейі 120 Гц жоғарғы жиілікте жұмыс жасайды. Ал шим реттеуші 1920 Гц жиілікті көрсетеді. Яғни экран алдында көп уақыт өткізсеңіз де сіздің көздеріңізге минималды зиян келтіретінінің белгісі болып келеді. Geekbench бағдарламасында синтетикалық тестте Honor X9B смартфоны бір ағынды түрде 937 ПТС көрсетсе, мульти ағында 2753 ұпай көрсете алды. Жалпы, орта бюджеттік смартфон үшін жақсы көрсеткіштер деп санаймын. Бірақ мұндай техникалық сипаттамасы мен геймерлік процессоры бар смартфонды мобильді топ ойындарда сынап көрмеу қате болар. Сондықтан оны барлығымыз сүйетін ойындарда ойнап та көрдік. Біраз уақыт ойнап, бірнеше ойындарды максималды параметрмен ойнасақ та, көзге көрінетінде ешқандай лаг немесе багты да байқамадым. Және қатты қызу белгісінде сезген емеспін. Керісінше 120 Гц дисплейі мен топ начинкасының арқасында геймплей барынша тегіс болып, жалпы смартфон қолға ыңғайлы әрі комфортты сезілді. Сондықтан мобильді геймингті сүйер қауымға Honor X9B смартфоны ұнайды деп ойлаймын. Ал енді бұл смартфонның қатарластарынан ерекше ететін 4-ші жағына да жеттік. Ол әрине оның сынбайтын экраны болып келеді. Яғни бұл смартфонда қолданған соққыға төзімді технологиясымен әлемде ең алғашқы болып швейцариялық SGS-тің 5 жұлдыз сертификатына ие болды. Демек, Honor құлап сынып зақымданудан қорғалған сияқты. Оны қазір біз краш-тест рубрикамызда тексеретін боламыз. Және оны тексеруге маған менің ассистентім Ханиса көмек береді. Өйткені телефонды сындырып, бүлдіріп, құлату да оның тәжірибесі мол. Сондықтан ол жағынан оны өз ісінің мастері деп те айтуға болады. Аса сезімтал көрермендерге фрагментті өткізіп жіберуге кеңес беремін. Кеттік. Сымбады ма? Сырамалысы? Пленкасы. Я сақалып отырсың. Көріп тұрғандай Honor X9B біздің барлық зомбылығымызға шыдады. Бірақ та шын өмірде бұл смартфонды әрине балған орнына қолдану керек емес, өйткені төзімділіктің де шегі бар. Сондықтан сындырам деп қатты кетпеңіздер. Honor компаниясы бұл смартфонға 6 ай ішінде ресми түрде экранын тегін ауыстыруға кепілдік береді. Бұл енді ешкім ешқайда істемеген және естімеген ұсыныс болып табылады. Сондықтан да достар, қорыта келе, бұл смартфонның өзінің қатарластарынан артықшылығын көрсете алдым деп санаймын. Сондықтан меніңше оның бюджетін ескерсек, көңіл аударатындай смартфондарының бірі. Егер сатып алам деушілер бар болса, Mechta KZ, Technodom, Evrika, Sulpak, DNS, Vogue және Fora желілерінде 8/256 гигабайт нұсқасы 179.990 теңге бағамен сатылымда бар. Ал 12/512 гигабайт нұсқасы сатылымда 199.990 теңгеге қол жетімді. Смартфон жайлы өз пікірлеріңізді комментарияға қалдырып, қасына ойын айдиларыңызды қалдырсаңыздар. Келесі Технобро видеосында алмаз ұтуға мүмкіндіктеріңіз бар екенін ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, назарларыңызға көп рахмет. Сау, сәлемет.